Баршаңызға сәлем, біз бүгін сіздермен финики в шоколаде дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін финики, зубочистка, үйдегі кез келген жаңғақ түрі, шоколад. Мен Қазақстан шоколадын алдым, және Қазақстан шоколады осы түрі болғандықтан жанына капля шоколадты қосып алдым. Ең алдымен финикидің ішіндегі дәнекерін шығарып, оған жаңғақтарымызды әдемілеп салып орналастырып шығамыз. Одан кейін екі зубочистканы алып, финиктің екі жағына кіргізіп, оны тоңазытқышқа немесе холодильникке 15-20 минутта қатырып аламыз. Одан кейін шоколадымызды, мен Қазақстан шоколадын қолдандым, егер сізде Озеро шоколады болса, одан да дәмдірек болып шығады. Шоколадымызды ертіп аламыз. Мен водяной баняда ерттім, микроволновкада ертсеңіздер де болады. Одан кейін біз шоколадымызға азғандай ғана пісте май қосамыз. Егер май қоспасаңыздар, одан да дәмдірек шығады. Шоколадыңыз қатты болып тез қататын болады. Осылайша жақсылап майымызды шоколадпен араластырып, финиктерімізді шоколадтарымызға малып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Оны финиктерімізді шоколадқа батырып алғаннан кейін, оны тағы да тоңазытқышқа немесе холодильникке 20 минутқа қоямыз. Егер сіздер шоколадқа май қоспасаңыздар, шоколадтарыңыз тез қататын болады. Сонымен қатар күрт-сілтеп өте дәмді болып шығады. Негізі шоколад қоспағанды ұсынатын едім. Мен білмей, негізі май қоспайтын. Одан алдын шоколадпен істегенімде, тек қана шоколадпен істегенде одан да күшті болып шыққан. Ал оформлениесіне осындай ақ шоколадты ертіп алдым и бетіне осылай ғана жағып шықтым. Міне, көріп тұрғандарыңыздай. Сосын бұның астындағы таяқшаларды алып тастаймыз, зубочисткаларды. Негізі дайындап көрсеңіздер болады, өте оңай және де өте дәмді болып шығады. Ал баршаңызға ас болсын.